Қанша адам жиналып отыр, миллионер болуға, иә? Бәрекелді. Жаңа менің шешем айтады да, Назира ханым арман туралы айтты ғой. Сонда айтады да менің шешем. Арманы жоқтың дейді, бір сөзбен, ақылы жоқ дейді. Сонда мен соны түсінбейтін оғым. Үлкейгенше, неге ол отыр? Қалай ол айтады деп. Сен осы кішкентай кезінде ғой енді, ана маубас болып жата бермек. Пештің жасында деп айтатын оған. Кейін түсіндім да, адам бәрін жетелейтін арман. Бәрімізде арман бар ма? Санли компаниясының 1 жылдығымен құттықтаймын. Рахмет. Кеше қанша адамдар өзінің сыйлықтарын алып жатыр, қанша адамдар признание алып жатыр, кейбіреулер жылап жатыр, күліп жатыр. Барлық жолдан осы бізде өттік. Қазір енді менің сіздермен бөлісетінім, мен қысқаша өзімнің не дейді, историям. Содан кейін мен системный бизнесқа неге келдім, қандай қателіктер жасадым, сосын қандай табыстарға жеттім, қалай жетуге болады. Сол тақырыпта сабақ айтамын. Жақсы ма? Менің аты-жөнім Серік, фамилиям Бектібаев. Мен Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қызылту Сапқозы Жалаңтөс Батыр деген ауылында дүниеге келдім. 11 ағайынды үлкен семьядан, енді үлкен семья болғаннан кейін жаңағы жетіспеушілік болады. Шешем пол жуушы болды, пол жуады. Әкем механик болды. Мен сол 10-шы класқа шейін шешеммен бірге пол жудым школға. Көрдіңіздер ма? Сонда пол жуатылар бар ма? Жоғанда? Мен оған арланған жоқпын, өйткені үлкен семья болғанның жетіспейді. Бірақ әкем, шешем жақсылап тәрбиеледі, оқытты, үйретті. Мен басым деймін ол кісілерге, әлі күнге шейін. Сөйтіп, одан оқуға бардым, школды бітірдім, оқуға бардым, армияға бардым. Одан военный болып 1994 жылы лейтенант болып, командир взвода, начальник связи батальона деген сондай должностьқа келдім. Ол жерде 2 балам бар, ұлым, қызым, 2 ұл, 1 қыз болды. Сөйтіп, отанды қорғау деген мамандықта өте жауапкершілігі, өте қиында, өте жаңағыдай адамнан көп энергия тәрбие етеді. Отанды қорғау оңай емес, білесіздер. Мен енді ол военный әскери адам болу себебім, бұл неден? Менің нағашым әскери адам болды. Әдемі, өзі жаңағыдай постоянно физически жаңағы развитие деді ғой. Сондай болып жүрген маған айтатын. Серік, сен әскери адам бол. Үкімет сені бағат, үкімет өлтірмейді, үкімет бәрін береді деп мен военный болдым. Сосын өзімді кинолардан көретінді ғой. Военный адамның суға батпайтынын, отқа жанбайтынын көрдіңіздер ме кинолардан? Барлық жерді бұзып, жандырып, өртеп, сондай жаңағы танкіде де айдап, судың астында да жүріп, бәрін соны көрген кезде менде еліктеп, сондай халықтың алдында жүрсем, халықты қорғасам, менде сондай арманым, бүкіл жалауды тігіп, сондай арманда болды. 15 жылдың уақыттың өтіп кеткен білмей қалдым мен. Үкімет действительно мықты, мемлекет военныйды қорғайды, қазір де қорғайды. Мен тегін тамақ, тегін киім, жол жүретін тегін, медкомиссия тегін, санаторный курортный тегін, бала шағаңды алып келеді, бәрі тегін. Бәрі тегін болғаны керемет, әлде де тегін. Бірақ барлық тегін болса, адам арманын тұталады екен. Ең қиыны сол екен. Мен кішкентай кезінде шешім қабылдадым. Мен жетіспеушіліктен миллионер болам, мен бай болам деп. Соны мен ұмытып кеткен 15 жыл. И сөйтіп жүрген кезде мен начальник связи полка, командир рота деген майорский должностьта болдым, майор болдым. Сөйтіп өмір өтіп атты. 120 офицер, прапорщик, солдат, сержант, әйел военнослужащийлар бәрі болды. Олардың бәрін басқарып, өмір өтіп атты. Бір
андай жағдай менің өмірімді арманымды оятты. Как военной формада, портфель, пистолет, полностью форма одеждада жаңағы ортаншы балам ауылға жіберетін тұғымыз атасының үйіне жаңағы жаздай демалып келуге. Сол баламның келгенін естіп, мен жұмыстан сұранып, үй жаққа қарай КПБ-дан шығып, үй жаққа қарай келе жатсам, ортаншы балам жолда тұр екен мені күтіп. Келсем, жылап тұр. Қолына алдым да үйге келдім де, балам не болды? Батырхан не болды десем, балам айтады, папа дейді, атаның үйінде дейді, қан таусылып қалса да, нан таусылмайды дейді, үйде нан жоқ қой папа дейді. Может, менің жүрегім ішімде соғыс болғандай пайда болды. Менде образование бар, білім бар, неге ақша жоқ? Ойлана бастадым. Сөйттім де ол да ұмытып кетті. Ұмытып кетті, уақыт өтті. Bir күні тағы да жұмыстан келе жатсам, жаңа екі балам балдарға велосипедінің екі рөлінен ұстап алған, қызым мына еріне отырып алған, үшеуі таласып тұр екен балдарға велосипедіне. Біреуі мына Бексұлтан балам. Мына балам Бексұлтан ведущий болып жүрген. Біреуі сол екен, бір семейный бизнесшілер. Келді міне Айман отыр. Бұларға мұнда бір рахмет, мені қолдап осы бизнесті семьямызбен жасадым. Сонда жаңа балдарға келсем, көршінің велосипеді. Бірден көйлегі жоқ, үшеуі таласып тұр. Содан кейін сіз қандай боласыз? Может, сіздерде де бар шығар кредит. Может, сізде машина алғыңыз келетін шығар. Қарыздан қарыз бар шығар. Тәтті тамақ жегіңіз келетін шығар. Балаңызды жақсы оқытқыңыз келетін шығар. Мен сияқты. Может, мықты бір кафеге, ресторанға барыңыз келетін шығар. Шетелге барыңыз келетін шығар, иә? Сіздер тегін келіп отырған жоқсыздар. Мен де сөйтіп келгенмін. Сол кезде менің арманым не деген өмір қатты, не деген өмір ащы, не деген өмір адамды аямайды деп. Мен сол кезде жоқ, мен арман қарай осы күйіме мен қолымнан еш нәрсе келмейді. Мен әскери адаммын, мен отанды қорғауым керек, мен ант бердім дедім де қайтадан үндемей жүре бердім. Бірақ Алладан сұрадым, Алла тағала, сен мені естисің ба? Естісең маған бір жұмыс берші. Бастығы жоқ, сокращениесі жоқ, увольнениесі жоқ. Мен 24 сағат жұмыс жасаймыз бала шағам үшін. Мен финансовый независим болу, мен свободаға жетуім керек, мен біреуге тәуелді болмауым керек деп күнде айтамын. Сөйтіп, бір күні кезекті демалысқа шықтым. Бізде жаңа военныйда 54 күн ғой. Сол кезде менің как раз туған күнім, жолдас балам үйге келіп, жаңағы домалақтарды келіп сызып отырды туған күнде. Сосын жаңағы кеткеннен кейін мен службаға кеттім. Оның үйі жоқ, жұмысы жоқ, домалақты сызып жатыр, базарда сауда істейді. Сен оны тыңдама дейді да. Сіздерде де болатсыңдар. Сосын мен істеймін. Қой, мен тыңдамай-ақ қойын, оны жарайды деп жұмысыма кете бердім. Сөйтіп жүрген кезде отпуске шығып, қалаға жаңағы жолдас балам шақырды. Қалаға жолдас балам шақырып, өнім туралы айтқанда мен айттым, мынау Тибеттің медицинасы болса, осы өнімді ішемін дедім. Контрактке тұрып алып, іштім. Тағы бір күн шақырып, Серік, жерде көп ақша бар. Тегін оқытады деген қуанбаймын ба? Тегін. Сонымен ертеңіне оқуға барсам, бір где-то 30 шақты, 40 шақты адамдар мұндай лекцияда отырды. Сосын лектор шықты да, өзін таныстырды айтты. Қазір мен сіздерден де сұрайын, енді жоғарғы оқу оқыған, орта оқу оқыған адамдар бар ма деді. Сосын бәрі бар деп айтты. Енді мен сіздерден сұрайын, бір дипломы бар адам бар ма? Бәрі почти 80% екен. Молодцы! Екі дипломы бар адам бар ма деді. Өйстер біледі 40% көбейді. 3 дипломы бар адам ма деді. Міне вообще молодцы. Қол соғып қояйықшы. Сосын менде енді 2 диплом бар ғой, өзімше отырып, сол лектор соңынан айтты, мен сұрағандарымды білесіңдер ма деді. Сосын айтты, шетелде айтады екендер. Сенде сондай 3 диплом болса, 2 диплом болса, 1 диплом болса, сен неге бай емессің деп.
ақылдысың. Мен шошып кеттім. Орнымнан атып тұрдым қорыққанымнан. Маған айтқандай болды да. Шыннан да я 3 диплом бар. Бала-шағама велосипед алып бере алмай жүрмін. Ол қайда мынау? Үйіме басымды салбыратып келдім. Ұялып өзімнен өзім жан-жағыма қараймын дейді. Мыналарда да диплом бар ма екен деп қоямын, не сияқты. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп, мен сол әрмен қарай үйге келгеннен кейін мен айттым, мен қызметтен шығам. Білесіздер ғой, военный жұмыс секунд, сағат, минут, күндер санаулы. Бәрі четкий болу керек. Бәрі как положено болу керек. Сенің жаңағы оправданиең ешқандай болмайды. Приказым порядке, все, сен кешкісін далай жетесің. Тек қана болды. Даже керек па, өміріңді қиюың керек болады. Мен ойланып бастан шешім қабылдадым. Әйелге айттым, мен жұмыстан шығам, қызметтен шығам. Ол енді білесіздер ғой, үйде отан соғысы болды ғой, отан соғысы. Бірақ мен жеңдім, Рикстагқа ту тіктім. Бірақ ешқандай менде үйде болмады, күйде болмады. Үкімет служебный ғой, алып алды да 3 бөлмелі мынандай сарай, от жағады. Сосын бір жағы бітпеген, мынандай жарлары тұр да, жарларды кришасы жоқ. 2 бөлмесінің кришасы бар, қап-қара жоқ. Представьте, өздері көз алайын, сондай үйге барып тұрдым. Бағанағының бәрі, гособеспечениенің бәрі жөніне қалды. Не көрдіңіздер ме? Сөйтіп, мен көшіп бардым бір үйге, квартирада тұрдым, ешқандай үйде жоқ, менің тек қана жүрегімде өзімнің арманым күнде соғып тұр. Мен финансовый независим болуым керек, қайтсем де жетем. Бұл военныйдан қиын емес мына жұмыс. Адамдарға жақсылық айту, адамдармен сөйлесу қиын емес деп мен бір ғана шешімді қабылдап, содан бастап бизнесті бастадым. Басында қандай қиындықтар болды? Мен оқыған жоқпын. Енді 2 диплом деген білесің ғой, тұр ғой енді ол. Спонсорым айтады, оқу керек дейді. Оқуға бармаймын. Мынаны бүйту керек, іс-шараға бару керек дейді. Бармаймын. Сөйтіп 6 ай, 7 ай мен басында жаңағыдай уақытымды құртып алдым. Сөйттім де бір күні жаңағы үйде тұрамыз ғой енді. Мына Бексұлтан балам айтады деп, папа, біз енді осы біреудің есігінің алдында тұра береміз ба? Бізге мына футболда ойнатпайды, үйдің қасында машина тептірмейді, хозяин дейді да, машинті тептірмейді. Біз тұра береміз ба деп, маған қамшы болды. Менің өзімде шешімін қайда қабылдаған? Маған конкретно қамшы болды. Қой, мен не істеп жүрмін? Жұмысты бастап, жұмыс жасап, уже кірісіп кеттім. Күнімен, түнімен жұмыс жасадым. Сөйтіп 4 жылда үлкен табысқа шықтым. Айына 12 мың, 15 мың доллар табысқа шықтым. Басында действительно бірден ақша болмайды. Анау да атқа жасайды, мынау да атқа жасайды. Тағы бір айтатыным, үйіме әке-шешем келіп отыр екен. Алматыға сабаққа кетіп қалса, үйіме әке-шешем келіп отыр екен. Сөйтсем, әйелім шақырып қойыпты, мен ажырасамыз, сондай жағдайым болды. Ажырасам, мен Рикстагқа ту тігдім деп мәз болып жүрмін ғой. Сөйтсем, ажырасам деп әкем мен шешем отыр. Сосын айтады, ау Серік балам, не болды? Военныйға жұрттың қолы жетпей жатыр. Мынандай должностьты ала алмай жүр. Сен таптаза, үкімет сен жағына, сен дұрыс емессің деді маған. Сосын мен шешім қабылдадым. Мен айтқан сөзімнен қайтпаймын. Мен до конца барам дедім. Сол кезде айттым. Мен кейін көресіңдер. Ішімнен да кейін көресіңдер. Әкеме айттым өзім ішімнен. Мен сізге әлі пенсия беріп тұрам дедім. Мен сол сетевой бизнеста 10 жыл бойы кейін байған кезде $100 салып тұрдым. 10 жыл бойы. Оны ешкім білген жоқ. Бергенде сол қолын көрсін, оң қолын көрмесін дейді ғой. Оны тие берсін 2-3 жыл бұрын шешем қайтыс болды. Сонда 11 бала үйге жиналған кезде бәрі қайтарда әкемізден бата алып жатыр, сонда бәрін отырыңдар деді. Отырдық бәріміз. Сонда мен деп кезінде осыдан 20 жыл бұрын, жоқ 16 жыл бұрын, мен осы баланы қатты күйбейді, кесіп атамды беріп едім. Военныйдан шыққанда. Білесіңдер ме деді. Сендер біреуін білмейсіңдер. 10 жыл бойы $100 ақша салыптық маған. Қалған балдары
көріп соны қолына құшақтап, міне сіздер де сондай ертең кешелеріне рахмет айтады. Сіздер де бай боласыздар. Бұл жерде система бар. Жаңа Баян ханым күшті айтты. Система. Мен де системада істедім. Сіз бір жылда үлкен табысқа жетуіңізге болады. Осындай система ол. Түсініңіздер ма? Тек қана жаңа неге айтып жатыр? Системамен жұмыс істеу керек. Мен де соған қосыламын. Осы системаны құрған, мен Санвейда ашылған кезде системаны құрған, осы компанияны құрған Рзабек мырзаның мен ізінен көзімді жұмып бірден бардым. Неге? Өйткені Рзабек мырза бұл еңбекқор адам. Осы істің майдалман адам. Өте честный адам. Қасымызда просто бомба десем болады. Системаның бомбасы. Кеше көрдіңіздер ғой. Қасмұханов Кенжібек мырза. Менің досым міне 20 жылда. Қандай адам? Біздің академик, профессор, бизнесмен, бұлайда. Луиза ханым. Менің спонсорым кешегі күнді, бүгінгі күні осы системаны ұйымдастырып, күнмен түнімен ұйықтамай жүрген Құрманай ханым. Біз осындай мықты адамдардың ізінен келіп келатырмыздар. Бәріңіз де бай боласыздар. Болады, әңгіме болады, қиындық болады. Сіздерде де мен сияқты ақшада болмағанда шығар. Жаңа айттым ғой, бірақ сіздер дұрыс келдіңіздер. Неге? Сіздер қиналсаңыздар, сіздерді Құдай жақсы көреді екен. Неге екенін білесіздер ма? Мен де қиналдым, бірақ мені Құдай жақсы көреді екен. Жақсы жерге алып келді. Системный бизнес алып келді. Сіздер де солайсыздар. Бекар келген жоқсыздар сіздер. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Адам бай болам деп, бай болуға қорықпау керек. Ал басқа жақта қалып қойсаң, арманың орындалмаса, или сен ақшаға жармай жүрсең, мен сияқты анау бастағанда да менде үйімде болмады, күйімде болмады. Қазір енді мен системный бизнестан не таптым, не алдым? Бірінші очередь мен достар таптым жаңағыдай. Екінші очередь, міне қанша халыққа біз денсаулық, міне өнім бар денсаулық беретін, косметика бар әдемі болатын, оқыту жүйесі бар, маркетинг бар. Дұрыс па? Қазір мен қорқпаймын. Мен жасым 58-ге келіп қалды. Қорқпаймын. Өйткені менің жұмысым бар. Бірінші шешім қабылдап, бай болам деп, сөйтіп бизнесті мен бастап кеттім. Қазір менің Алматыда 24 квартирам бар. Мен басқа бизнес бастаған жоқпын. Ешқандай бизнес. Бірақ жиналған ақшаны, әйтеуір ақша жинайды дегенді біліппін да, банкке сала бергенім ғой бар. Сала бергенім. Түсіндіңіздер ме? Сіздерде ертең ақша көп болады. Сен жаңа маған Рзабек мырза айтады да, сен 30 миллион алсаң, сен күніне 1 миллион жұмсағанда дейді да, таусылмайды ақшаң дейді. Соған жетейікші. Мен де сөйткен болған. Сала берген. Енді ол да бір сіздерде сөйтіп ертең миллиондар жаңа айтып жатыр, 50 миллион аламыз, 100 миллион аламыз деп. Ондай ақша бар. Кеше Рзабек мырза айтты, осы дистрибьюторларға ең көп процент беріп деген еді. Естіңіздер ғой, керемет қой. Мен енді осы 4 ай болды, өзіме компаниядан премия алдым. Осы компаниядан 2 рет шетелге шықтым. Вообще дүниежүзін аралап болдық, системный бизнеста. Лондонда болдым, Энтони Роббинстің сабағында. Осы міне лидерлер, басқа қалаларда болдық. Мен жаңағы болмағаным Австралияда болмаппын, Америкада болмаппын. Санау оңайда, сол болмаған жағымда айтайын да, қалған болсам жаңылып қаласыздар. Иә, сондай. Осы Санвейдің арқасында 2 Дубайға бардым, Вьетнамға бардым. Осы 4 ай бұрын енді 22 миллион дейді ғой, 50 мың долларға машина сатып алдым өзім. Наличке бар, мен сатып алдым да. Көрдіңіздер ғой, машина ол престиж емес. Бір жаңағы бізге енді жүру керек, үні керек. Солай ғой. Оның бәріне ар жағында, конечно, адамның арманы, еңбегі тұр да. Мен шешім қабылдап, осы системный бизнесқа келдім. Екінші,
жауапкершілік алу. Сіз жауапкершілік келгеннен кейін жауапкершілік алу. Бірінші, сіз отбасыңыздың алдыңызда, өзіңіздің алдыңызда сіз жауапкершілік аласыз. Просто келіп кетейін, бүйтейін, сөйтейін деген болмайды. Дұрыс па? Сіз баюға келдіңіз. Оқыту жүйесімен не жауапкершілік. Үшінші, тәртіп дейді. Егер сізде жауапкершілік болмаса, тәртіп болмаса, ана екеуі де жұмыс жасамайды. Железный тәртіп керек. Сен айттың ба, істе. Уәде бердің ба, тұр. Бірінші өзіңе тұр. Сен өткен арманың бар. Сен бұяққа байын деп келдің. Сен миллионер болам деп келдің. Джим Рон айтады, сен дейді. Мен кітапты да көп оқыдым осы бизнесқа келгенде. Көп оқыдым. Джим Рон, Бодо Шефер, бәрі көп кітапты оқыдым. Дейл Карнеги, менен қалмаған. Армияда жүргенде бір ғана уставты білетін тұғым. Статьясы қандай, жаңа начальник, всегда прав деген вообще қатты білетін емше. Джим Ронның есінде бидепті. Егер де сен дейді, жалқаулықтан, қулықтан, негативтен, тағы сондайдан құтылсаң, сен бақытты адамсың дейді. Соны оққан кезде, мен действительно, менде соның бәрі бар тұғын. Содан қалай құтылдым? Мен өмірім өзгере бастады. Сонда бәрін құртқан не? Тәртіп. Егер сенде тәртіп болса, сен жауапкершілік алмайсың, тәртіп жоқ болса. Сенде жауапкершілік болмаса, сен тәртіпті болмайсың. Сондықтан Бауыржан атам айтады, тәртіпті бағынған дейді, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді, тәртіпсіз ел болмайды. Тәртіпсіз ел болмайды. Тәртіпке бағынбасаң, сен ел де бола алмайсың. Біз ұжымда команда деген содан шығады. Сен өзің пример болуың керек. Как командир, всегда впереди. Сен өзің пример болуың керек бұл бизнеста. Сен келем деп келмесең, басқа бір нәрселерді істеп жүрсең, басқа нәрсемен айналып жүрсең, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Мен кейін Бауыржан атамның полковник, бұл кісі өте тоже мықты, сондай, білесіздер, Ұлы Отан соғысын жеңіп шыққан адам. Ключевой человектің параметрін істемесең, үш жерге келіп, спонсорды тыңдамасаң, бүгінгі мероприятиеде отырмасаң, ертеңгі мероприятиеге адам шақырмасаң, сен кімсің? Сен тәртіпке бағынған жоқсың. Сен қазір барлық нәрседен, Аллаға шүкір, мен финансовый независиммін. Осы системный бизнестің арқасында, системаның арқасында, ендігі қазір менің арманым үлкен. Арманым осы ауылға барып үлкен, жаңағы спорт комплекс салып берсем мен туған ауылыма. Бұяқтағы мешіттерді жөндесем де, жақында тоже бір үлкен мероприятие болды. Сондай кейбіреулер айтады, баюға болмайды, оны ане қалып кетіп. Алып кетпесең, салып кетсін жаңағыдай бір нәрсе. Хотя бы. Мектеп салып кетші, кітапхана салып кетші айналып. Алып кетпейсің, салып кет. Айтады ғой, атың шықпаса, жер өртер дейді ғой. Жер өртер дейді, дұрыс па? Сондықтан соңында мен айтатыным, бәріміз қазір осы компанияның міне басталды, бұл международный компания, әлі талай шетелде бірге боламыз, әлі талай жерді бағындырамыз. 26 жылы біз Африкаға барамыз, білесіздер ғой? Кім барады? Рубиновый директор болу керек. Кім болады Рубиновый директор? Бәрі келді, бәріміз Рубин, молодцы болды мен. Енді мен бір күні дейді, мен притчамен аяқтайын, бір күні Алла тағаламен періште сөйлесіп отыр дейді. Сол періште айтады дейді, мына адамдар бәрі бай болып кетеміз деп жатыр. Енді біз мына байлықтың құпиясын жасырып қояйық депті. Адам дамып жатыр, электронный басқа. Сосын қайыққа тұрамыз деп. Сосын Алла тағала періште айтты. Давай жердің астына таяқ, 7 қабат. Алла тағала айтты, олар дамиды, жектен қазат, бұрғылайды, тау болады деп секіретін байлық. Сосын тағыдай сұрап, енді қалай судың астына таяқ депті. Судың астына подводный лодка жасайды, кеме жасайды, анау жасайды, одан да тау болады деп. Содан кейін сұрап, ау, енді қайыққа? Енді мынау аспанға тық қояйық, может,
соны таба алмасты. Ой, одан да табылады. Кеме ұшырады, корабльдер ұшырады, жұлдыздарды зерттейді, Марсты зерттейді. Ал енді аяққа түссе, Алла тағала отырып айтты. Өзінің басына тікпай, ол басқа жақтан іздейді деді. Байымның сендерін басына тікпай, ол басқа жақтан іздейді, ол адамдар деді. Сондықтан бәрі өзіміздің ойымызда, оқиық, білейік, бұл қарапайым бизнес, бәріміз бай болайық. Мен сіздерді жақсы көремін. Сіздерге денсаулық, бақыт, свобода, финансовый независимость бірге көтерілейік. Рахмет! Like